Жалпы қауіпсіздік дегеніміз баланы мектепке қалай жетеді деп алаңдамау, кешкі уақытта үйге емін-еркін оралу, жолда жүру қағидаларын сақтау және қоғамдық орындарда өзін қауіпсіз сезіну болып табылады. Осы бағыттағы жұмыстарды әкімшілік полиция қызметі күн сайын абыроймен атқарып келеді. Есепті кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында ауқымды жұмыстар жүргізілді. Көшелер мен қоғамдық орындарда патрульдеу қызметі күшейтілді. Күн сайын қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге ішкі істер органдарының 15 мыңнан астам қызметкері жұмылдырылады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде қоғамдық орындарда болатын құқық бұзушылықтар 20%-ға, көшедегі заң бұзушылықтар 18%-ға, алкогольдік масан күйде жасалған заң бұзушылықтар 6%-ға төмендеді. Қызметіміздің басты мақсаты құқық бұзушылықтардың салдарымен күресу ғана емес, ең алдымен олардың алдын алуға бағытталған, яғни заң және тәртіп қағидатын тиімді іске асыру. Жыл басынан бері 8 миллиондан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 16 мыңнан астам ұсақ бұзақылық, 118 мыңға жуық қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішу және масан күйде жүру деректері, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың үйден тыс жерде болуына байланысты 83 мыңнан астам заң бұзушылық тіркелді. Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қабылданған шаралардың нәтижесінде жол көлік оқиғаларының саны 4%-ға, қаза тапқандар саны 20%-ға, жарақат алғандар саны 7%-ға азайды. 12 мыңға жуық мас күйінде көлік басқарған жүргізуші ұсталды. Ал сот шешімімен 14 мыңнан астам жүргізуші көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Сонымен қатар, жолда жүру қағидаларын сақтамаған үшін 245 мыңнан астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жас өспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға ерекше назар аударылды. Профилактикалық іс-шаралардың нәтижесінде кәмелетке толмағандар жасаған құқық бұзушылықтар 9%-ға төмендеді. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша қабылданған шаралар осы саладағы заң бұзушылықтарды 7%-ға азайтуға мүмкіндік берді. Бүгінде біз заманауи технологияларды кеңінен қолдана отырып, профилактика тетіктерін жетілдіруді жалғастырудамыз. Осындай кешенді тәсілдер алдын алу жұмыстарын күшейтіп, олардың ауыр заң бұзушылықтарға ұласуына жол бермеуге мүмкіндік береді. Өйткені қауіпсіздік баршамыздың ортақ жауапкершілігіміз. Азаматтардың қолдауы, құқықтық мәдениеті, өзара құрметі және заң талаптарын сақтауы болмаса, құқық қорғау органдарының ешбір шарасы толық нәтижеге жете алмайды.